Өзін-өзі тану бағдарламасы бүгін Алматы қаласындағы нөмірі 5 мектеп гимназиясының 3 Ә сыныбында өткен өзін-өзі тану сабағын ұсынбақ. Дәрісті 1 санатты бастауыш сынып мұғалімі Минахунова Сантуғаш Изақынқызы жүргізеді. Бастауыш сынып оқушыларына біліммен қатар рухани адамгершілік құндылықтар негізінде тәрбие беру қандай да бір мұғалімнен зор жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан шәкірттерге тәлім-тәрбие беруде ұстазға тән ізденімпаздық пен жан-жақтылығымды барынша сабақ үдерісін жетілдіруге арнаймын дейді Сантуғаш Изақынқызы. Қайырлы таң, балалар. Біздің бүгінгі өзін-өзі тану пәні сабағында сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Біздің бүгінгі сабағымыз ерекше сабақ. Сондықтан да бір-бірімізге сәттілік тілеп амандасып алайық. Қайырлы таң, ұстазым, қайырлы таң, достар, шеңберге тұрайық, жылулық сыйлайық. Өте жақсы, керемет балалар. Сендерге де қайырлы таң тілеймін. Балалар, бірінші топ Ақжарқындық тобы, екінші топ сүйіспеншілік, үшінші топ кеңпейілділік болды. Осы тобымыздың аттарын осылайша атауымызға не себеп деп ойлайсыңдар? Осы сөздердің мағынасын кім ашып береді маған? Ақжарқындық адам жақсы қасиетті. Ақжарқындық адам жүрегі жылы, жаны таза, сезімтал, адамгершілік қасиеттермен айналыстан дым шашады, қуат береді. Шынайы сүйіспеншілік пен риясыз жақсылық жасау адамды ізгілікке бастайды. Адамдардың бір-біріне жақсы тілек тілеуі, жылы сөз айтуы, қамқорлық жасауы сүйіспеншіліктің белгісі. Кеңпейіл адамның ниеті түзулік, жүрегі жұмсақтық, ешкімнің ала жібін аттамайтын, жомарт адамдарды кеңпейіл адам деп айтамыз. Жақсы балалар, ақжарқындық, сүйіспеншілік, кеңпейілділік адам бойындағы адамгершілік қасиеттер. Өз бойларындағы осындай қасиеттеріңді жақсылық жасау арқылы іс жүзінде көрсетуге болады. Жаңа сабаққа кіріспес бұрын үй тапсырмасын есімізге түсіріп алайық. Үйге ақжарқындық және оптимизм тақырыбы бойынша жарты құрт деген мәтінді оқып келуге берілген болатын. Дайынбыз ба балалар? Ендеше, бұл мәтін не туралы екен? Айша? Бұл мәтін тату-тәтті тұратын отбасы мүшелері туралы. Жақсы, Айша, үй тапсырмасын сен жақсы түсініпсің. Енді ары қарай балалар, әжесінің іс-әрекетінен нені түсінуге болады? Әжесінің іс-әрекетінен ақжарқындық және оптимист қасиеттерін анық көруге болады. Жақсы, Жасмин. Енді келесі сұрақ. Өмірге үмітпен, сеніммен қараудың маңызы қандай деп ойлайсыңдар? Өмірге үмітпен, сеніммен қараудың маңызы зор. Әже зор үмітпен, сеніммен қарағандықтан Бекетбай баласы да майданнан аман-есен оралды. Енді оптимизм дегеніміз не? Қанекей, кім айтады? Оптимист адам өмірдегі алуан түрлі құбылыстарға жақсылық көзімен қарап, жағымды қабылдай алады. Оптимизм бұл дүниеге үміт көзімен, сеніммен қарау дегенді білдіреді. Өте жақсы балалар, үй тапсырмасына жақсы дайындалып келіпсіңдер. Ақжарқындық және оптимизм адам бойындағы ізгі қасиеттердің бірі. Ақжарқын адамның жүрегі жылы, жаны таза болады. Ал енді балалар, бәріміз назарымызды тақтаға аударамыз. Тақтадағы ребусты шешіп, жаңа сабақтың тақырыбын анықтап алайық. Ал қандай сөз шығады екен? Ақ көңілділік. Дұрыс айтасыңдар балалар. Біздің бүгінгі сабағымыз ақ көңілділік туралы. Ал енді тақтадағы дәйек сөзге назар аударайық. Дәйек сөзімізді бәріміз хормен оқып шығайық. Көңілділік адам бойының тазалығының көрінісі. Өте жақсы балалар. Ал енді ақ көңілділік адам ойының тазалығының көрінісі дегенді кім қалай түсінеді? Ақ көңілділік адамгершілік қасиеттердің бірі. Көңілі таза, пейілі ақ, айналасындағы адамдарға үнемі жақсылық жасап жүретін адамдарды ақ көңіл адам дейміз. Дұрыс айтасыңдар балалар, ойларыңды дұрыс жеткіздіңдер. Ал енді балалар, бүгін біз Ермек Өтетілеуұлының Рақым деген әңгімесімен танысамыз. Кітаптың 91-ші бетін ашамыз, барлығымыз ішімізден осы мәтінді оқып шығамыз.
Тақырыпқа байланысты мәтінді оқыту өзін өзі тану пәнінің жүйелі түрде қолданатын тәсілдерінің бірі. Бұл әдіс оқушылардың сабақ тақырыбын терең түсінуге, шығармадағы көтеріліп отырған мәселелермен танысу арқылы өз ой қорытындыларын шығаруға септігін тигізеді. Мәтінді оқып болған соң, барлық оқушылар мазмұнын бірлесе отырып талдайды. Бұл балалардың ойын жинақтап, көпшілік алдында сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін де өте қажет. Ал балалар, енді мәтінді оқып болсаңдар, сұраққа жауап беруге дайынсыңдар ма? Жақсы. Ендеше, бұл мәтін не туралы екен, Қанеке, кім айтады? Бұл әңгіме Сағат, оның апасы және пойыздан байқаусызда қалып қалған Ертай деген бала туралы. Жақсы, Дамир, дұрыс айтасың. Келесі сұрақ. Сағаттың кеудешені ұсыну себебі неде деп ойлайсыңдар? Дарын айта ғой. Өйткені Сағат Ертай тоңып қалмауы үшін өз кеудешесін Ертайға ұсынды. Ал енді балалар, келесі сұрақ. Шын жақсыда тарлық жоқ дегенді кім қалай түсінеді? Мен бұл сөзді бұлай түсінемін. Мысалы, жақсы адамдар жанашыр, мейірімді болып келеді. Ондай адамдар заттарын ешкіммен қызғанбайды. Кез келген уақытта көмекке ұмтылады. Келесі сұрақ, балалар. Ақ көңілділікті адам бойындағы тағы қандай қасиеттермен теңеуге болады? Ақ көңілділікті тағы да адам бойындағы сүйіспеншілік, мейірімділік, жомарттық, ақ жарқындық деген қасиеттермен теңеуге болады. Өте жақсы балалар, дұрыс айттыңдар. Бұл мәтінді жақсы түсінген екенсіңдер. Ақ көңілділік адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі екен. Бұл мәтінде Сағаттың бойынан ақ көңілділік, ақ жарқындық деген қасиеттер жақсы көрініп тұр екен. Солай емес пе, балалар? Олай болса, балалар, біз шығармашылық жұмысқа кезек берейік. Шығармашылық жұмыс балалардың тақырыпты қаншалықты меңгергендігін түсіну үшін беріледі. Сабақтан түйген ойларын қағаз бетіне түсіру балалардың ой қиялын дамытуға оң әсер етеді дейді мамандар. Сондай-ақ, бірлесіп жұмыс жасаудың арқасында бүлдіршіндер қасындағы құрбы-құрдастарымен ақылдасып, тіл табысуды да үйренеді. Біздің тобымызға ақкөңілділік тақырыбы бойынша сурет салуға тапсырма берілді. Біз мына жерге көп адам салған себебіміз ақ көңіл адамның достары өте көп болады. Біз күндіз салған себебіміз ақ көңіл адам әрдайым адамдарға нұрын төгіп жүреді. Мына суретте оқушы құстарға қамқорлық жасап тұр. Бұл оқушыда ақ көңілділіктен басқа жанашырлық және мейірімділік қасиеттер де бар. Ақ көңіл адамдар достарына ғана емес, табиғатқа да қамқорлық жасап көмектесе алады. Біздің топқа суреттерді ретімен орналастырып, әңгіме құрауға тапсырма берілді. Балалар аулада жүр еді. Әсем байқаусызда добын арықтағы суға түсіріп алды. Әсем добын ала алмаған Әсем жылап жіберді. Әсемнің жылағанын естіген жалғыз жанына жүгіріп келді. Ол бірден көмекке ұмтылды. Әсемнің добын әкеліп берді. Қуанған Әсем жалғасқа алғысын айтты. Біздің тобымызға сөздер мен буындардан мақал құрастырып, мағынасын ашуға тапсырма берілді. Әдептілік ар-ұят, адамдықтың белгісі. Тұрпайы мінез тағы жат, надандықтың белгісі деген мақал шықты. Мен бұл мақалды былай түсінемін. Әр адамның бойында мейірімділік, қамқорлық, әдептілік мінездері болуы тиіс. Тұрпайы мінезден аулақ болуы керек деп түсінеміз. Мен бұл мақалды былай түсінемін. Кез келген адам жағымсыз мінездерден аулақ болу керек. Балалар, сендер шығармашылық жұмысты өте жақсы орындап шықтыңдар. Сендерге рахмет. Осы айтылған қасиеттерді бойымызға іліп алдық деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызда айтылған барлық жақсы қасиеттер сендерден табыла берсін. Ал енді бүгінгі сабағымызды жақсы көңіл күймен, бойымызға жинап алған біліммен көңілді аяқтайық. Ендеше әнге кезек берейік.